Баршаға сәлем. Бүгін біз кино шолу айдарында 2010 жылы шыққан жеңілмейтін 3 криминалдық экшн фильмінің сюжетін талдаймыз. Оқиға Ресейдегі Қара төбелер деп аталатын қатаң режимдегі түрмеде өрбиді. Жүргізуші жекпе-жектің басталуына санаулы сәттер қалғанын хабарлайды. Ал осы кезде Юрий Бойка рингтің астындағы сасық әжетхананы жуып жүріп, көрермендердің делебесі қозып айғайлаған дауыстарын естиді. Бұл дауыстар оның есіне баяғы даңқты шайқастарын түсіреді. Осы сәтте түрме чемпионы Владимир Зайков кезекті қарсыласын жеңіп, тіпті оны өлтіріп тынады. Астыртын жекпе-жекті ұйымдастырушы Гага өзінің салған инвестициясына дән риза, өйткені бұл ісі өзін бірнеше есе ақтады. Ол еденге 1000 рублін түсіріп алады. Еден жуушыға ақшаны көтеріп алуды ұсынады. Мне не нужны твои проклятые деньги. Гага ақсап жүрген бұл қайыршыдан баяғы аңызға айналған жауынгерді таниды. Келесі күні Бойкаға оның рақымшылық туралы өтініші қабылданбағанын хабарлайды. Енді ол тағы 15 жыл бойы өтініш жаза алмайды. Юрий өз камерасында жарақат алған аяғын шынықтыру үшін су толы шелекті көтеріп жаттығады. Ол өзін әлемнің үздік жауынгерінен аянышты түрме тазалаушысына айналдырған сол бір жекпе-жекті есіне алады. Камераға Гага кіріп, Бойкаға жақсырақ камераға ауысуды және түрме кітапханасында жұмыс істеуді ұсынады. Алайда Бойка ешқандай жеңілдікті қаламайтынын айтып бас тартады. Оның орнына Юрий келесі жекпе-жекке қатысуға рұқсат сұрайды. Гага болса жарақат алған бұрынғы чемпионның қазіргі қарсыласына төтеп бере алмайтынын түсініп, оған үзілді-кесілді бас тартады. Зайков рингте қарсыластарын бірінен соң бірін жайратып жатқанда, Бойка тізесінің ауырғанына шыдап, жаттығуын жалғастыра береді. Ол ұстараны алып, ұзын шаштарын кесіп тастайды. Гага өте табысты жобаға қатысуды жоспарлап отыр. Жүргізуші бүгінгі жекпе-жектің жеңімпазы халықаралық турнирде бостандық үшін күресетінін хабарлайды. Зайков қарсыласын 1 минутқа жетпей жеңіп шығады. Юрий алпауыттың үстіне су шашып, оны нағыз чемпион емес екенін айтып, онымен төбелескісі келетінін білдіреді. Владимир оған менсінбеушілікпен түкіріп тастайды. Бірақ Гага мұны құптап басын изейді. Түрме бастығы жекпе-жекке келісімін береді. Олар Бойканың жеңілетініне сенімді. Юрий үстіндегі кір киімдерін жұлып алып, батыл түрде айқасқа ұмтылады. Бойка қарсыласына бірде-бір соққы жасауға мүмкіндік бермей, оны рингтен лақтырып жібереді. Барлығының таңғалысына қарамастан Бойка жеңімпаз атанады. Содан соң оны Грузиядағы Горгон атты қатаң режимдегі түрмеге ауыстырады. Ол жақта бостандыққа шығу құқығын иелену үшін тағы 7 тұтқынмен шайқасуы керек. Гага сәнді қонақ үйде тоқтайды, бірақ ол Бойканың турнирде алысқа баратынына аса сенбейді. Түрме бастығы Кас үміткерлерге есімдерін және не үшін темір торға түскендерін айтуды бұйырады. Солтүстік Кореядан Дилон, Хорватиядан Андру Край, Грециядан Петрос Мороз, Франциядан Жан Жүр, Бразилиядан Андро Гасила, Колумбиядан Рауль Киньон, лақап аты $, ол қазірдің өзінде 10 жылдан бері отыр. Және соңында ақш-тан Джерика Джонс, лақап аты Турбо. Барлығы кісі өлтірген үшін қамалған, тек Турбо ғана өзіне жала жабылғанын айтып, кінәсін мойындамайды. Кас бұл түрменің тұтқындар үшін нағыз тозақ болатынын айтады. Турбо түрме бастығы Касты керек етеді, ал бастығы бұл қылық үшін әлі қатты өкінетінін ескертеді. Қонақ үйде Гага өзінің ескі досы Джиямен сөйлесіп отырғанда, грузин қылмыстық тобының басшысы Ризу мафиози кіріп келеді. Ол қонақтарға сәлем беріп, тұтқындар арасындағы бірінші халықаралық өлім жекпе-жегі үшін тост көтереді. Таңертең ерте күзетшілер тұтқындарды оятады. Оларды ауыр жұмысқа, үлкен тастарды шағуға жібереді. Турбо бұған наразылығын білдіреді. Америкада күн батқанда бұлай қатты жұмыс істетпейтінін айтқан Турбо Постоянно болтают. Юрийге тап бергісі келеді, бірақ күзетшілер оны тоқтатып үлгереді. Джонс колумбиялық $лардың ештеңе істемей, төбенің басында жайбарақат кітап оқып отырғанына таңғалады. Жұмыстан соң Бойка спорт залда жаттығады. Кейінірек оған Турбо қосылады. Ал $лар өз камерасында Құдайға құлшылық етіп отырғанда, Кас оған сыйлық әкеледі. Бұл оның күшін асыратын өте қуатты допинг. Соның әсерінен колумбиялық спарринг серіктестері топтасып шабуылдаса да, олардың бәрін оңай сұлатып салады. Алғашқы жекпе-жек бразилиялық Андро Край мен грекиялық Петр арасында өтеді. Андро Капаэра әдістерін шебер қолданып, қарсыласының соққыларынан оңай жалтарып, екінші раундта оны нокаутқа түсіреді. Келесі кезекте Турбо хорват Андруға қарсы шығады. Тәжірибелі боксшы Турбо қарсыласының қорғанысындағы әлсіз тұстарды тауып, оған бірнеше соққы жасауға мүмкіндік береді. Соңында жойқын соққымен оны рингке сұлатады. Юрийге қарсы француз Жан шығады.
Гага төбелесті жоғарыдан бақылап отыр. Бойка бірден басымдықты иеленіп, французды жан-жақты соққының астына алады. Жан қайта тұрмақшы болғанда, Юрий оны қос соққымен аяқтап тастайды. Бойка ақсаңдап рингтен шығып бара жатқанда, оған ерекше қызығушылықпен қарап тұрғандар бар. Енді доллар корейлік Дилонмен айқасуы керек. Колумбиялық бүкіл турнирдің басты фавориті. Корей жігіті өз денесін шебер меңгергенімен қуатты допинг ішкен долларға қарсы оның ешқандай мүмкіндігі болмайды. Жеңілгендер мерзімінен бұрын босап шығу құқығынан айырылып, өз түрмелеріне қайтарылады. Алайда олардың төртеуінде оңаша жерге апарып атып тастайды. Келесі күні тұтқындар тағы да жұмысқа кіріседі. Турбо Юрийдің ауырып тұрған тізесінен бірнеше рет ұрады. Бұған шыдамаған Юрий оның бетінен ұрып жібереді. Күзетшілер араласпай, бұл қызықты сырттай тамашалауды жөн көреді. Бойка Джонсты соққыға жыға бастағанда ғана бақылаушылар оларды ажыратып, суық әрі дымқыл карцерге қамайды. Ол жерде тыныс алудың өзі қиын. Турбо Юрийді арандатуын тоқтатпайды, бірақ Бойка оған жауап бермейді. Юрийдің айтуынша, басты мақсат аман қалу. Мұнда жаулар тек рингте емес, түрмедегілердің көбі олардың өлімін тілейді. Бұрынғы қарсыластар тіпті бірге жаттыға бастайды. Гага мен Джия барлық жинаған ақшаларын колумбиялық жауынгерге тікпекші болады. Олар жеңіске жету үшін басымдық керек екенін түсінеді. Карьерде жұмыс істеп жүріп, Турбо бірнеше гүлді жұлып алып, Юрийге береді. Ол бұл шөптердің тізедегі ауырсынуды басатынын айтады. Түскі ас кезінде Джонс бұл турнирге бостандыққа тезірек шығып, өзін күтіп отырған ұлы мен қызына бару үшін қатысқанын мойындайды. Бойка болса өзінің әлемдегі ең үздік жауынгер екеніне сенімді. Кешке Юрий гүлдерді сығып, оның майын жартылай финал алдында тізесіне жағады. Гага мен оның серіктестері колумбиялық долларға үлкен сомада ақша тігеді. Алғашқы жекпе-жекте Юрий мен бразилиялық Андро кездеседі. Бразилиялық Юрийдің ауырып тұрған аяғына дәл тиіп, оны қатты қинайды. Доллар енді қарсыласының әлсіз тұсын біледі. Бірақ Бойка ауырту әдісін қолданып қарсыласын берілуге мәжбүрлейді. Жеңілген адамды жекпе-жектен кейін бірден атып тастайды. Ризу турнирдің нәтижесіне алаңдай бастайды. Сонда Кас жауынгерлерге көбірек қысым көрсетуге уәде береді. Түрме бастығы Турбоны арандатады. Ол Касты ұрмақшы болғанда күзетшілер оны ұстап алып, аяусыз соққыға жығады. Юрий дәлізде біреудің ыңырсыған дауысын естіп, камерадан қатты соққы жеген Турбоны көреді. Бойка дәрігер шақыруды ұсынады, бірақ америкалық бас тартады. Юрий залда жаттығып жатқанда оған доллар келіп, оны рингте құртатынын айтады. Бойка тек мысқылмен жымияды. Екеуі де алдағы айқасқа қатты дайындалады. Турбода төбелеске әзірленеді. Жағдайдың нашарлығына қарамастан, кен орнына бара жатқан жолда Юрий досына қашуды ұсынады. Бірақ Турбо жеңіліп, үйге қайтамын деп ойлайды. Сонда бір қария оған жеңілгендердің бәрін өлтіріп жатқанын түсіндіреді. Бойка шынжырды балғамен бірнеше рет ұрады. Соңында балға сынып қалады. Бақылаушы бірден дабыл қағып, күзетшілер Юрий мен Джонсқа тап береді. Төбелес басталады. Бақылаушылар Турбоны жерге жығып, ұрып жатыр, бірақ Бойка барлық қарсыластарын сұлатып, досын құтқарып алады. Джонс орманға қашып кетеді. Ал Юрийді көмекке келген күзетші талдырып тастайды. Жауынгер есін жиғанда оның қасында Ризу мен Гага тұрады. Гага жарақат алған тізесімен Бойка жеңе алмайды деп сеніп, бар ақшасын колумбиялыққа тіккенін мойындайды. Кас ертең доллар мен Юрий арасында финал болатынын хабарлайды. Төбелес басталғанда колумбиялықтың допингті шамадан тыс қолданғаны белгілі болады. Қарсыластар бір-біріне жойқын соққылар жасайды. Доллар Юрийдің әлсіз тұсын біліп, оның аяғынан ұрады. Колумбиялық Юрийді аяусыз соққыға жығып, рингтің сыртына ұшырып жібереді. Бойка жанында жатқан еден жуғыш таяқты көріп, өткенін есіне түсіреді. Төреші жеңілісті есептеуге 1 секунд қалғанда ол қайта тұрады. Доллар қарсыласының жарақаттанған тізесінен қан ағып жатқанын көріп, оның көпке шыдамайтынын түсінеді. Бірақ Юрий тісін қайрап қарсыласын жерге сұлатады. Бойка басымдықты иеленгенде, бастықтар үлкен ақшадан айырылатындарын түсініп, зәрелер ұшады. Юрий соққыны блокқа қойып, колумбиялықтың аяғын сындырады. Бойка жеңімпаз деп жарияланады. Гага 5 миллион доллар жоғалтқанына ашулы. Заланған Джива Ризуды атып тастайды, ал түрме бастығы Дживаны өлтіреді. Кас жеңімпазға тек бір адам ғана бостандық алатынын, және оны қашып кеткен Турбо алғанын айтады. Ал Юрийді Ресейдегі түрмесіне қайтармақ болады. Күзетшілер Бойканы басқа жауынгерлер атылған жерге алып келіп, басына қару кезенеді. Кенеттен Джонс пайда болып, барлық түрме күзетшілерін атып тастайды. Жігітті Гаганың көлігіне отырғызады. Гага Юрийге 30-тың үлкен бөлігін беріп, шын мәнінде барлық ақшасын Бойканың жеңісіне тіккенін мойындайды. Әлемнің ең үздік жауынгері Юрий Бойка Турбомен қоштасып, ақыры еркін адам болып кетеді.
Неоспоримый 3 фильмі сіздерге қалай ұнады ма, пікір қалдыра кетіңіздер. Көргендеріңізге рахмет, келесі кездескенше.